Қасыма мұз алып келіп қойдым. Неге телефон не істеп кетсе солай бола ма не? Иә. Сотка қызып кетіп жатыр да. Сондай да бола ма? Иә. Ничего себе, это қанша болып тұр Сонда егер температура бала сіздерде? кеш жемесе, бізде даже 45 қой. Жақсы, онда жаңағы жерден біздер тоқтап өттік, иә, жаңағы ет жемейтін балдар деп. Ондай жағдайларда мен ең бірінші кеңесім, жаңа уақыт созбай барып анализ тапсырып, содан кейін консультация алу. Немесе мысалға енді бар шығар, ондай интегративті педиатр дейді, интегративный педиатр, превентивный педиатр, или мысалға нутрициологу можно обратиться. Егерде проблема серьезный болса, нутрициологтың өзі де жібереді врачқа. Егерде жаңа проблема не такая серьезная, жаңа тамақпен витаминмен дұрыстайтын проблема болса, уже нутрициологпен жұмыс жасай бересіздер ары қарай. Бірақ ойбай, балам өзі сондай, кішкентайынан сондай деген әңгімемен жүре берсеңіздер де, кейде уақытты өткізіп алу мүмкін да, сонда уже одан кейін қиын болады. Пока бала кішкентайында, мысалы уақыт барда, пока бала кішкентай айтқан сөзге жаңа көнетін, 2-3 бала болса, мысалы онымен спокойно отработать етуге болады да, жаңағы, потому что талғампаз балдар болса, ол однозначно асқазандарына көмек керек сөз деген. Как слышно, да? Я уже тоқтап қалған қарап отырмын да. Сондықтан кейде жаңа пробиотик. Ет жемейтін балалар болса, андай, менің де сабағымды қабылдауы төмен болады. Иә. Өйткені мысалға балада мысалы дефициттер болса, мысалға железасы төмен болса, жаңағы группа Б, фолиевый, B12 төмен болса, мысалға общий белок төмен болса, ол деген барлық негізгі стройматериалдар ғой, олар жетіспеушілігі болса, қараңыз, дененің өмір сүруіне стройматериал аз деген сөз, да? Кәдімгі энергияның болуына. Ал мысалы, мидың қабылдау қабілеті, оған да стройматериал керек, ол деген просто так өзімен өзі тұра бермейді ғой ми, оның жұмыс жасауына энергия керек, кәдімгі электричество керек. Мидың ішінде біздерде так 200 киловатт па, сондай жаңа энергия беретін кәдімгі процесстер бар да, биохимия жағынан. Электричествоны да беру үшін оған да енді ток керек, былай айтқанда кәдімгі утюгті қосу үшін да электричество керек қой, жаңа біздер розетке отқанбыз. Сол сияқты миға да стройматериал керек. Ол деген стройматериал неден жүреді? Ішкен тамағынан. Мысалға баланың сондай дефициттар көп бар бала, мысалға олар кітап оқысы келмейді. Олардың бағалары төмен болады. Өйткені оны кітапты оқып алу, түсіну, әрі қарай мұғалімге айтып беру, үй жұмысы сияқты. Оның барлығы ресурс керек оған, бәріне стройматериал керек. Даже үлкен кісілерде де солай айтам, соңғы 1-2 жылда кітап оқыңыз ба, оққың келмейді соңғы уақытта десе, значит, точно мына адамда уже деп. Если, например, бұрында кітапты жақсы көріп, енді кітап оқысы келмесе, значит, сондай нелер бар. Бірақ оны просто именно анализбен көруге болады да, оңай көру. Чем былай гадать ету үшін, ой, тырнағым түсіп баратыр, точно железім төмен шығар, шашым түсіп баратыр, ферритинім төмен шығар деп. Не істеймін, енді қазір біз сауаттымыз ғой, қазіргі уақытта барлығы қол жетімді. Анализ десеңіз неше түрлісі бар, генетика десең неше түрлісін тапсыртып. Қазір ондай қырғын ақша емес, мысалы 10 жыл бұрында ондай анализдар қымбат еді, Қазірде, пожалуйста, уже 30-40 мыңға кәдімгі толық баланың денсаулығын қарап шығуға болады. Сондықтан анализдермен қарап, осындай ресурспен баланың денесін біздер кәдімгідей қанық толықтырсақ, уже бала даже любой сабаққа, сізбен, например, логопедпен, дефектологпен жұмыс жасағанда, оның барлығы даже мышцалардың жұмыс жасауына да энергия керек қой. Бәрде мышцы лица же. Оның барлығына күш қуат керек. Ол қайдан келеді? Егерде баланың денесінде стройматериал болмаса, мен қазір былай жалпы сөзбен айтып отырмын да, жалпақ сөзбен. Ондай стройматериал болмаса, бала мысалы өзі де сондай шаршаңқы болады, кәдімгі қабағы түйіліп, ештеңе жасағысы келмейді, таңертең ояна алмайтын балдар. Ол не только бір 3-4-5-тегі балдар, даже постарше и даже сөйлеу қабілеті дұрыс болса да, бірақ сондай уже басталады да, сондай процесстер, именно баланың шаршауынан. Сондықтан нутритивный статус
Иә, оны обязательно тексертіп отыру керек. Мысалы, сіздердің ана пациенттеріңіздің барлығы балдарда бір сөйлеу қабілеті нашарлаған балдар, это однозначно дефициттары бар. Обязательно, ол деген просто так болмайды. Кем дегенде анемия, кем дегенде общий белок, кем дегенде жаңағы фолиевасы төмен болады, ол деген 100%. Оны біздер күнделікті көріп жүрген, мысалға біздің анализдерден көріп отырамыз. Жақсы. Негізі екінші сұрақта осындай кең сұрақтардың бірі, мама жағынан, жүктілікті қалай жоспарлаған дұрыс, чтобы здоровый бала туылу үшін? Ой, ол негізінен вообще қиын сұрақ қазіргі жағдайда, былай қарасақ, бір жағынан қыздар енді ислам жағынан бала босана берген дұрыс негізі, бірақ ислам жақта күтіну де бар деген. 2 жасқа дейін емізіңдер дейді. Ол не үшін? Өйткені жаңағы пока бала емізгенше пролактин жоғары, уже жүктілік болмайды. Мысалға, сосын барлық нелерде де бар, әйел адам күтіну керек, да? Қазір әйел адамдар жұмыс жасайды, үйдің шаруасын істейді, бәрін көңілін табу керек, еще бала туу керек, бар баланы бағу керек. Жұмысы көп та, оны былай әлпештеп еркелеп отқан еркектер аз, шын айтайық, бірақ спрос көп. Мысалға, ойбай жаңағы маған андай спираль қоюға болмайды, андай противозачатый ішуге болмайды, мынау деп көтеріп қоятын қыздар көп бар, мысалға, Олар бірінен соң бір босана береді да, өздері так әлсіз жүреді. Әлсіз анадан ешқашан күш қуатты бала болмайды. Ол деген сразу ол жағынан түсіну керек та. Сондықтан мен қыздарға көп айтатын, кейде анализдерін жіберіп отырады, вот я готовлюсь к беременности, хочу деп. Мен анализдерін көріп, ойбай, подождите, давайте жарты жыл бірінші көтеріп алайық. Витаминдердің статустерін бәрін, содан кейін ғана қараймыз, белокты көтеріп алайық, железін көтеріп алайық, ферритин бар, жаңағы көп не показательдер дұрыстап алайық, сосын лучше дұрыс дені сау бала көтерген жақсы ғой. Біздерге енді тек жүктілік емес, мен всегда айтам, кейбір қыздар болады, вот беременность, я говорю, не беременность, здоровый ребенок нужен, да? Сондықтан ол бала, егерде келіншектің өзіне стройматериал жетіспесе, целый бүтін бір организмді өсіріп, өз денеңнен шығару үшін ол да қаншама стройматериал керек, Сондықтан біздің денеміз в любом случае өзіміздің органымызға қалдырады бір денені, Мысалға, бір определенный объем железа болса, ол деген бәрін балаға беріп қоймайды. Өзіне қалдырады біріншіден. И то, что можно, чуть-чуть жаңағы балаға кетіп отырады. И сондықтан баланың жетіспеушілігі өте жоғары рискте болады да сонда. Соны түсініп алу керек. Поэтому біздер мысалға жүктілікке дайындалу деген бар. Жүктілікке 6 ай бойы дайындалу керек. Ол деген витаминдерді ішіп, барлық показательдерді көтеріп. Ең бірінші важнее, конечно, мамасы жағынан. Былай қарасақ, ер адамдарда дефициттер аз, олар өйткені бала көтермейді, босанбайды, емізбейді, олардың стресстері шамалы регуляциясы бөлек, мысалға, Оларда единственный бір не болуы мүмкін, малая подвижность сперматозоидов. Қалғандардың бәрі как-то ондайға мықты немез, да? Көбінесе әйелге байланың ертең қандай оның қуатты болатының баланың, былай күш-жігерлігі тек анасына байланысты. Потому что мына әйелдің ұрығында яйцеклетка деп айтады ғой. Митохондрия балаға энергияны беретін клеткалар тек мамасынан келеді. Егер мамасы осындай уже шаршап, бітіп жүріп жүкті болса, точно балада сондай болады. Потому что өзін генетикасы бәрі әкесінен болса, бірақ энергообмен бәрі де мамасынан келеді, митохондриялар мамасынан болады. Сондықтан мысалы жүктілікке дайындалу керек. Ең біріншіден жақсы общий белок болу керек, железо, ферритин, жаңағы показательдердің бәрі жақсы болу керек. Өйткені мысалға енді көтеріп қойып, уже ең бірінші сроктарда хабарласатын қыздар болады, соның өзіне рахмет дейміз, Жаңа біліп алып, енді әйтеуір бірдеңе болса да ішейік, жейік, бірдеңені дұрыстайық әйтеуір, қоланы қояйық деген сияқты, хотя бы мына 9 айда әйтеуір біліп қалған кезден бастап уже бірдеңе жасаса, любой бір әрекет, соның өзі де жақсы, да?
кейбіреулер енді до последнего жіберді ғой, ладно, ничего страшного, үшеуін тудым, төртіншісінде туам деп жаңа не істемейді, ничего страшного деп. Бірақ қарасаң уже иә, қарасаң бірінші баласы нормально, екінші нормально, үшіншісінде уже тіл шықпайды, төртіншісінің уже не то что тіл шықпайды, өзі де уже кәдімгі рас черты аутизма болып жатады. Олар неизбежный факттар енді, потому что бір келіншектің мысалы 5-6 балаға подряд босануға ондай стройматериал, это же из разряда фантастики да енді. Или ол келіншек білмеймін күнде қара икра жеу керек па, не жеу керек, чтобы подряд босанып бәрінің денсаулығы жақсы болатындай қылып. Сондықтан жүктілікке дайындалу керек обязательно қыздар. Мысалға төмен гемоглобинмен жүктілікке кірген келіншектерде өздеріне емес, өздері ладно жаңағы олар токсикоз болса барып капец істетіп келетіндер болады жаңағы, иә, или просто жатып алады, құрсыншы енді шыдаймын деп 2-3 ай жатады просто. Ал бірақ келешек баланың несін өмірінде ойлау керек. Бұл жағынан енді күлкі емес, гемоглобин төмен босанған қыздардың балдары жаңағы рас, тіл шықпау, ЗПР, ЗРР, олардың рисктері өте жоғары. Біздер қанша қазір жұмыс жасаймыз сондай балдармен, сол мамаларынан сұраймыз, иә, мен гемоглобиным төмен болды дейді. Я говорю, ал енді біліп тұрсаң, неге ештеңе ішпедің, неге бір әрекет жасамадыңдар соны көтеру үшін? Біз ойлаған жоқпыз ол сондай важный екенін. Бәрі жүреді ғой төмен гемоглобинмен деп. Мысалы, хотя бір ғана сол гемоглобинді атап өтсек, соны хотя бы қарап, следить етіп, көтеріп, соның өзі бір үлкен жұмыс. Сондықтан хотя бы ең простой сол гемоглобинге қарап, соны жаңа түсірмей, 100-ден түсірмей, хотя бы соның өзі үлкен бір көмек болады да, баланың ерте өскенде тіл шығуына. Прям прямая связь деп айтады ғой, прямая прям. Қазіргі вот сізге келіп отырады ғой, мысалы, иә, тұтықпамен, жаңа дұрыс сөйлемейді. Просто мамаларын сұраңыз, осы баланы көтергенде гемоглобиніңіз қандай болды деп. Барлығы бір 80-90 деп шығады сұрасаңыз. Потому что нормально 120-130 гемоглобинмен ондай рисктер уже болмайды. Уже просто риски снижаются, представляете? Уже как хорошо. Потому что, видите, көбінесе жаңа босанғанда сразу әйтеуір аяқ қол орнында, әйтеуір алға шүкір деп не істейміз ғой, иә? Ал бұл проблемалар, мысалы, сөйлеу қабілеті барлығы енді уже 2 жастан 3 жасқа жақындағанда уже біздер жаңа флажоктарын көріп отырамыз мысалға, иә? А онда уже поздно, уже кәдімгі уже проблема болғанда жұмысы көп болады ондайда уже. Иә. Сонда поэтому өте маңызды. Санына емес, сапасына қарай жұмыс істеу керек қой. Иә, негізі солай, кәдімгі тамақтануға былай айтады, мысалы, көбісі біздің ақшамыз жоқ, көбі жаңағындай қара икра жеуге, анау жеуге, жаңа икра, или даже хотя бы вообще тамақ жеуге дұрыс, сонда жаңағы ақша жететініміз жаңа макарон, анау деп жаңа айтады, ең арзан тамақтар, мысалға. Иә, ондайда мен айтатыным, хорошо, онда егерде тамақты қымбат тамақ алмасаңыз, онда хотя бы андай жаман әсер ететін тамақ жемей қойыңдаршы, потому что былай мен де былай қарап отырамын ғой, маман ретінде жазда осы қазір далада парктерде жүретін әрбір баланың қолында кола, фанта, спрайт, айстиклинг сондай. Хотя олардың бағасы судың бағасына қарағанда 2 есе қымбат. Сонда кәдімгі әрқайсысын түртіп келіп айтқым келеді да, неге мына коланы аласыңдар? Вот өздерің ақша жоқ дейсіңдер, неге су алмайсыңдар? Су 2 есе арзан, оның кола қарағанда ешқандай зияны жоқ, мысалға. Бірақ баланы еркелетеміз деп, енді Астанаға жазда, мен өзім Астанадамын, жазда көп келеді ғой, енді балдарын қыдыртуға келеді жазда. Әрқайсының қолында осындай напитоктар. Толтырған мороженое жейтіндері, конфет, пакетпен жейді қолдарында. Мысалға, оның барлығы ақша. Ал бала оның орнына, мысалға, су ішсе, перекус ретінде, білмеймін, өзіміздің былай айтқанда даже құрттың өзі де жақсы перекус та. Ладно, жаңағы конфет болмаса, хотя бы жасыл алма болсын да, мысалға. Любой бір сникерстің бағасын ал, бір жасыл алманың бағасын ал. Сникерс одан қымбат болып шығады. Бірақ сникерс алуға, бір плитка шоколад алуға бізде всегда қалтамызда 200 теңгені шығара қоямыз. 200 теңге жарты келі алма алуға болады, мысалға. Сондықтан мына тамақтану жағында айтқанда көбінесе білмегендіктен болады, потому что мамасы білмейді. Айсти шай береді, кола емес қой, просто шай ғой суылған деп, құрамын қараса, кілең сахар, краситель, ароматизатор. Оны или мамасы білмейді, потому что біле тұра, ешбір ана өзінің баласына былай зұлымдық жасамайды, біле тұра. Или анау білмегендіктен. Мен өзім ойлаймын да, енді маған айтып тұрып біреу, например, айтады кейде, әжелеріміз бүлдіріп жібереді бәрін, конфеттерін толтырып алып келеді. Хорошо,
әжелері сауатты болса, оған жаңа ақпарат составын оқытып берсеңіздер, иә, андай химия бар, мына апасының несі құрамында мына бар десе, соны біле тұра әжесі берсе, онда жақсы қастандық жасап отыр деп айтуға болады да. Әдейі немересіне зұлымдық жасап отыр, ананы біліп тұрып. Бірақ көбісі енді әжелері білмейді ғой оны. Сол жағынан просто неге оны айтып сөйлеспеуге, осындай құрамда кәсі жаман заттар бар екен, сіз келесегінде онда емес, лучше бір келі алма алып келіңіз деп бізге сөйлесуге болады ғой. Олар мысалға көбісі жас қыздардың әңгімелері солай да, ой, әжесі бәрін бүлдіріп жібереді, ой, атасы еркелетіп жібереді, оларға түсіндіруге де болады ғой, олар енді былай айтқанда жау емес қой, білмегендіктен жасайды. И көбісі мысалы жас аналар білмегендіктен жасайды осыны. Баланы еркелетеміз деп қол алып береді, сұрағасын, жылағасын. Негізі судан артық ештеңе жоқ. Былай қарағанда дұрыс тамақтану, өткенде Шымкентте мен лекция бергенде түсіндірген көп, иә. Дұрыс тамақтану ол наоборот өте арзан. Кәдімгі өзіміздің көп айттым ғой, жұмыртқа, сорпа, піскен ет, олардың ешқандай бір несі жоқ да, экзотикасы жоқ, өзіміздің ішетін тамағымыз. Бірақ оны ерінбей күнде сорпасын дайындап жүру керек. Я тұзды емес, мысалға құрт іздеп жүру керек ол үшін. Мысалы басқа перекустарды қарағанда овощи былай көп зат қой негізі. Или білмегеннен, или еренгеннен деймін. Негізі шынымен менің сабағыма мысалы кейбіреулер келеді, мысалға қолында кола бар, мармелады бар, мен ұрсып берем ата-аналарға. Жоқ, кірмейсіздер деп ше. Менің сабағыма алып келу үшін осы заттармен андай баланы көндіреді екен. Мына магазинге кірем, сосын сабаққа кіресің деп. Мен де айтып отырамын, ол қате деп. Бірақ мен айтқан сайын кейбір мамашалар я деп көнеді да. Ал кейбіреулері ой, қоя беріңізші, біз де осылай жүрдік қой, адам болып кеттік қой дейді. Сондай мамаларға сіз мысалы не деп айтқыңыз келетін еді? Чтобы кейінге қалдыра береді дұрыс тамақтануда. Ну, негізі, уже сізге келіп отса, например, сондай мамашалар, да, уже проблемасы бар деген сөз ғой. Что еще ждать? Что у ребенка должно отвалиться? Былай айтқанда, я қатты айтсам, что у него должно отвалиться, чтобы перестали ему давать сладости? Ол біріншіден, екіншіден, мысалға біздер ағылшын мектеп бір ағылшын разрабатывать еткенде, сонда ағылшындар жағынан бір требование болды да. Оказывается, олардың менюларына сағат 3-ке дейін ешқандай углевод болмау керек дейді. Сонда мен қызықтым, сұрадым. Енді біздің столовыйда ешқашан бізде ондай запрос жоқ. Наоборот, бізде таңертеңнен каша, манный каша, компот бірдеңелер ғой да. Оларда өте мемлекет тұрғысынан өте сондай қатаңда 3-ке дейін ешқандай углевод болмау керек дейді да, быстрый. Сонда сұрағаным, қызық былай жауап берді, а что вы считаете, как вы должны, ағылшынша, енді мен де ағылшынша бос сөйлеймін ғой, орысша айтам, а как вы считаете, должны педагоги работать? После такой дозы углеводов ребенок будет сидеть как шило в попе дейді да, потому что оказывается тамақтан кейін бір 20 минуттан кейін баланың уже концентрациясы жыбырлап отыра алмайды, она уже кәдімгі іштен вспышка энергия беріп тұрады да, и бала уже білім қабылдауға уже төмен болады да, несі уже қабілеті. Соны мысалға көбісі или білмейді, или біле тұра жаңағы баладан, былай айтқанда, как избавиться, о, мә конфетіңді ала қойшы, басымды қатырмаш дейді да, осылай. Вот как вот сізге жаңа айтыр, оны алмасам сізге бармайды деп мысалы, я құтылу үшін. Зато мен логопедке баламды апарып жүрмін. Қалай апардым, неге мен сөйлеспей бір конфетпен оны кіргізем, или пачка мармелад қолына ұстатам, он уже никого как бы не касается, да. Главное, мен өзім мама ретінде өзім как міндетімді атқардым деген немен, да. Ол психологиялық тұрғыдан бір жағынан ондай мамалармен кейде уже қиын жағдайлар болса, мысалы кәдімгі рас аутизмдерде мен айтамын, мамалардың өздерімен жұмыс жасау керек кейде. Потому что түсіне тұра кейде внутренняя выгода деген болады да. Былай айтқанда, даже кейде бір лишний салмақпен қыздар болады, или үлкен кісілер көп ауыра береді, бірақ емделгісі келмейді. Тамағын дұрыстағысы келмейді. Онда да психология тұрғыдан внутренняя выгода деген термин бар. Мысалға, ондай маманы барлығы аяйды ғой. Ой, байғұс, баласы так ауыра, жаңағы шама көңіл бөледі да, басқаша көңіл. Именно осындай тұрғыдан шамалы өзіне внимание алу мүмкін да. Или мысалы үлкен біздің жаңағы мамаларымыз жасты да, олар неше түрлі проблемалар бар, барып емделші,
жоқ олар жаңағы соны кәдімгі смаковать етіп ауруларын айтып бәрі оны келіп аяп аптасына бір рет ой қалайсыз звондап жаңағы көңіл сұрайды анау вот внутренняя выгода деген солай болады да и кейбір мамаларда да сондай болады мысалы ой байғұстың баласы и так ауру ғой там анау мынау деп кәдімгі көңіл да көңіл жетіспеушілігінен кейде баланың жаңағы дұрысталуына емделуіне мысалы толыққанды берілмейді да для галочки ну вот зато мен аптасына бір рет апарып жүрмін логопедке дейді болды жарты жылда бір рет неврологқа барамыз болды мысалға ары қарай уже ну ол деген өз өзіне даже былай айтқанда признать им даже это будет очень сложно это вот сондай этаптар болады да кейбір мысалға мамалар балдарына аутизм деген диагноз қойғанда ең басында у них отрицание, например, идет. Олар қабылдағысы келмейді. Жоқ, менің балам нормальный. Ол просто әжесіне ұқсаған, әжесі да сондай бір тыныш, тынымды еді. Жоқ, мен өзім кішкентайымда да сондай болдым, өзімен өзім ойнап отырып, қабылдағысы келмейді да, естігісі келмейді мысалға. Соответственно, ондай уже пока момент отрицания болғанда, ондай мамалар тоже ештеңе жасаған. Ну как, жасағанда для видимости жасайды да, бірақ түсініп жасамайды әрекеттерді баланы емдеу үшін. Мысалға, ну это бірінші уақыттарда болады, сосын, конечно, уже мамалардан көру бұл айтқанда көріп отырған бас істейтін мамалар ары қарай уже қосылып кетеді ғой любой процесске бірақ басында да сондай болады көп жағдайларда сондай болады потому что былай этапы отрицания ол бәрінде болады мысалға сондықтан жаңағы тамақтану жағынан ол өте сондай күрделі зат та сондықтан мен айтатыным хорошо первые шаги вы можете самостоятельно делать вот убрать жаңағы бәрі айтады ғой убрать молоко да убрать сахар высший сорт муку из дома убрать хотя бы на рис, макарон, картошку убрать не сможете, хорошо, хотя бы азайтыңдар, да? Сондай жай әрекеттерді нутрициолог сізді жасауға болады ғой. Просто мамашылар көбінесе түсінбейді. Қандай результат болады мынаның бәрін жасаса, қандай күшті результат болатынын түсінбегесін, мынаған көп не бөлмейді да, көп көңіл бөлмейді. Сенбейтін сияқты, иә? Я түсінбейді, что именно даже вот осындай простые вроде действия, что они дадут результат, олар түсінбейді аржан. Біліп тұрса да ойлайды, ой, что там молоко пили. А бывает действительно, мамалары прям кәдімгі все, бел болып, всю молочку убирают, жарты жылда керемет результаттарға ие болады. Мысалға деймін да? А ол результат тез бермейді, ой, ничего страшного, білмеймін, біздер бір ай ішкен жоқ, бізде ешқандай результат жоқ. И тағы қайталап ішей береді, мысалы, сүтті, да? Или нанды. Строго мы говорим, алып тастау керек сізге любой мучной да. Ну хорошо, мысалы бір айдан кейін алып тастадық, бір айға ешқандай результат жоқ, тағы жеп жүр дейді мысалға. Хотя он алып таста дегенде это имеется в виду вообще алып тастауға, бір айға емес. А результат примерно бір 4-5 айдың ішінде ғана более-менее бірдеңелер көрініп жатады результаттар мысалға, иә. Көбінесе сол жағынан қиын, мы хотим что-то быстрое. Сосын жаңағы инстаграмда нелерде көп көреміз ойбай біз мынаны іштік тіліміз шығып кетті мынаны жедік тіліміз шығып кетті и сосын сондайға ұрынып жүреді да кәдімгі ана бақсы емші бірдеңелер іздеп өзіне әйтеуір тек жеңіл бір таблеткамен ғана осыны жеңетін нелер іздейді да методтарды іздейді нәтиже шыққан қалайды нәтиже тез болған ол деген ол нәтиже тез болуы мүмкін. Бірақ мен айтатыным всегда ол невролог, логопед, дефектолог, нутрициолог, диетолог, педиатр, эндокринолог бәрі қосылып прям кәдімгідей бір жұмылып жұмысшысы ондай результат болуы мүмкін тез. Біздер ондай жағдайларды білеміз. Жарты жылда мысалға нормотипичныйға шығып жатады да, или бір жылда дұрысталып жататын. Бірақ ол деген көп қаражат, ол деген анасының осында әрекеттерге дайын болуы, кәдімгі өйткені түсінем, кейбір мамалар бұл 4-ші балам, одан кейін 3 балам бар, оның сабақ нелері бар, мен қалай істемейді да? Я говорю, өзіңіз шешесіз. Ну вот, видите, көбісі мысалға ондай даже уақыт бөле алмайды баласына. Потому что басқа балдары бар, мысалға деймін да? Иә. Поэтому ол деген негізі жан-жақты комплексный подход болса, результат всегда болады. Ол бірақ кейде енді түсінемін, кейбіреулер жағдай жағынан, мысалы қаражат жағынан қиын болады да, біреулерге уақыт жағынан қиын 4-ші, 5-ші бала болса, мысалы ЗПР-мен, или ЗРР-мен, мысалға деймін. Сондықтан кейбіреулер, мысалы ауылдық жақта болса, ондай специалистерге қол жетімсіз оларға, мысалға. Поэтому ол жағынан, конечно, ол қиын, но былай айтқанда, даже кішкентай нелердің әрекеттердің өзі, мысалға сүтті алып тастаудың өзі, жаңа подсолнечное масло деп айтамыз ғой. Подсолнечное масло алып тастаудың өзі, он выше сортын алып тастаудың өзі уже күшті результат береді, бірақ долгосрочный результат береді да, быстро емес.
Мгм. Жалпы енді қазір мысалы бір сыпыра айтып шығыңызшы, нені жеуге болады, нені жемеуге болады, нені көбейткен дұрыс, нені азайтқан дұрыс. Енді мен жалпы айтайын, потому что кейбір жаңа диагноздарда кейбіреулерде просто ЗРР болады, иә, кейбіреулер ЗПРР, біреулерде уже кәдімгі аутизм деп қойып атады, біреулерде при этом плюс аллергиясы болып атады, біреуінің плюс тағы бірдеңесі болады, щитовидкасы болып атады. Мысалға вот жақында бір бала анализдерін жіберді, олар просто жаңағы не деп айтқан, ЗПР, анализдерді до конца қаратпаған, мен толық нелерге панельге жіберсем, оказывается, щитовидкадан проблемасы бар екен, мысалға деймін да, не болады рекомендации. Поэтому, мысалға, если даже просто подозрение болса, да, ЗРР, СПРР или аутистический спектр, деп айтады, просто легкое что-то, да, или что-то, когда флажки деп айтады ғой, еще вроде бы диагноз да емес, но что-то бала көзге қарамайды деген, да, потому что глазной контакт, ана мыналар бар. Сондайда в первую очередь сразу алып тастаймыз жаңағы сырдың сүтін. Полностью алып тастаймыз. Бірақ кисломолочный қалдыруға болады. Мысалға айран болады, бірақ сүт керек емес. Мысалға турецкий йогурт деп айтады ғой, греческий йогурт, турецкий айран, ондайды болады мысалға. А вот стараться жаңағы сметана, творогтарды алып тастаймыз. Сырдың сүтінен именно. Потом алып тастайтын заттар подсолнечное масло обязательно алынады. Оны вообще мен, например, жақтырмаймын қолданған, мындай даже бір подозрение болса да, лучше убирать, мысалы, подсолнечное масло, да? Сосын любые газированные напитки. Мындай даже вот, опять же, просто подозрение, или, например, мне үшке келді, что-то тіл шықпай жатыр, әлі до невролога не дошли, но мамасы сезеді ғой, в любом случае, когда что-то вот, не то, да, басқа балдармен сравнить всегда можно. Сондайда тоже сразу, любые сладкое питье убирается. Даже домашний компот болсын, қарамаймыз жаңағы, айсти, кола, бәрі алынады. Только ішетін су или сорпа болу керек та баланы. Сонда вообще результат тоже хороший будет. Но ол деген, мына ограничениялардың барлығы, ол ешқандай не емес та, қиын емес былай қарасаң, да? Сосын не алып тастаймыз? Сладкий фрукты алып тастаймыз. Все, банан, виноград, он бәрі қалу керек. Фруктыдан жаңағы зеленое яблоко болады жеуге. Арасында гранатты көп желінбейді, так и так. Арасында киви чуть-чуть, көбінесе тек қалатын зеленое яблоко, да, жасыл алма. Қалғандарын бәрін алып тастаймыз мысалы. Сосын манағыда айтқандай высший сорт, оның барлығы алынады үйден. Қолданбаймыз вообще высший сортты. Соответственно, одан макарон да высший сорт, лапша да енді бәрі жайма барлығын цельнозерновойға ауысамыз. Егерде уже сложный диагноздар, точно подтвержденный диагноз болса, онда полностью мучной алынады. Именно пшеницадан барлығы алынады. Безглютеновая диетаға деген мысалы отырғызады ондайда. Вот, сосын жаңағы алып тастайтын полностью нелер, естественно, конфеттер, выпечка, торттар, пирожные, ол вообще не обсуждается. Бұл деген көбісі, наоборот, балаға как награда ретінде береді, да, тәттіні, ой, молодец, бүгін логопедке бәрдің масаң бір кәмпит деп, да. А ол деген, наоборот, оны түсіну керек, да, ол мида не жасау керек, да, форматирование, да, что конфета это у балаға, это не награда. Ол біздің миымызда әбден қалып қойғанда, что шамалы тәтті берген, это как награда сияқты, да. А ол деген наоборот. Сонда каждый раз ойлану, мен балаға не беріп тұрмын, өз қолыммен у беріп тұрмын ба, әлде награда беріп тұрмын ба, мысалы кәмпит, да, уже диагнозы бар балаға, конечно, ол деген у болады, да, болмайды. Мысалға сондай жаңағы кәмпиттерді алып тастауға біріншіден. Сосын жаңағы агрессивно қуырылған жареный продукты дейді ғой, мысалға, оларды да азайту керек. Мысалға көп жаңағы бауырсақ деген сияқты қуырылған заттарды азайтамыз да, көбінесе жаңағы қуырдақ сияқты ұзақ уақыт бойы жаңағы томиться етіп пісетін болады ғой, жаңағы или піскен ет, сондай шамалы продукттарға көңіл бөлу керек та. Ал наоборот көбейту керек деген заттар, мысалға рационға ең жеңілі сорпа ішкізу керек балаға. Қандай болсын, мысалы, тауықтың сорпасы болсын, қойдың сорпасы болсын, сырдың сорпасы болсын, мысалға, именно сорпаны көбейту керек ондай балдарға. Өйткені как раз сорпада именно ақуыз белоктың ең жеңіл түрі бар да, доступны биохимияға. Кәдімгі сорпа ол су емес, сорпада майда бар, ақуыз да бар. Ол кәдімгі тамақ. Но бірақ оның расщеплениясы ыдырауы өте жеңіл болады да, мысалы, бір кусок етке қарағанда. Поэтому ет жемейтін балаға хотя бы сорпа беру керек. Мен прям жалынам, сорпа беріңдерші балдарға деп, шайдың орнына сорпа беріңдер деймін. Бізде шайды толтырып береді, балдарға сорпаны бермейді, сорпаны үйретпейді просто. Жақсы көрмейді дейді, жақсы көрмейді деген жоқ, бала жаңа туған бала шайдың дәмін білмейді.
конфеттің дәмін білмейді, жаңағы не берсеңіздер сол жейді ғой негізі, значит өздерің үйретіп алдыңдар да, что сорпаның дәмін бала білмейді даже. Вот сорпа қосу керек. Сосын екіншіден андай жасыл қосу керек та, кәдімгі ең жеңіл петрушка. Шөптерді. Ана, иә, кәдімгі ана фарштың ішіне кезіп қосып жіберуге болады, білдіртпей ең басында, иә. Жаңа қамырға да илеп қосып жіберуге болады, жаңа жасыл қамыр болып тұрады. Мысалға, басында солай жаймендеп, бірақ ол продукттарға бала үйрену үшін тоже біздер әдейі витаминдерді восполнять етуіміз керекпіз. Витамин, нутрицептик бір схема ішеді, пробиотики қосамыз, метабиотики қосамыз, сонда асқазанның нелері шамалы ауысады да, микробиотасы. И уже ондай бала, мысалы, бір-екі айдың ішінде спокойно, давай мен новый продукттың дәмін көрейін деп уже қызыға бастайды. Потому что обязательно тоже өзгерту, жұмыс жасау керек микробиотамен. Сонда уже 3-4 айдың ішінде өмірде жаңағы петрушка жемейтін бала спокойно петрушканың да жейді, сорпаның бетінде жүрсе, мысалға деймін, тағы қосатын продукттар, сол жасыл алма бола берсін, оған ешқандай қарсылық жоқ, күніне бір жасыл алма жесін. Тағы да не қосуға болатынын айтқанда, бобовый, біздер айтқанда нут, маш деген заттарды балдар көп жемейді. Бірақ оңтүстікте еще более-менее, ол да ақуыз, мысалға еттен белок денеге сіңу қиындау болса, мысалға нут, маштың сіңуі жеңіл болады. Бірақ бізге олардың орнына неге екен білмеймін, балдарды күріш пен картопқа үйретіп қояды да, картофельный пюреге. Неге оның орнына мысалға нут пен машты пісіріп бермейміз. Ол да кәдімгі бір түнге бұқтырып, келесі күні бір 10-15 минутта пісе қоятын заттар ғой негізі. Сондықтан осындай продукттарға шамалы көңіл бөлу керек. Мен айтқан продукттардың ешқайсысы бір қымбат шетелдің авокадо деп жатқан жоқпын, чия, киноа жоқ. Тағы бір қосатыным мысалға біздің тары талқан. Тары талқан даже бір қиын БГ деген диета бар, без глютен, без казеин, даже соған өтеді мысалға, иә, біздің тары талқан. Бірақ қант қоспау керек та, толтырып, магазинный сияқты емес, үйдің тары талқанын жеуге болады. Сорпаға қосып. Талқанды шаймен ба или сумен ба? Сорпамен де жасауға болады. Сорпаны кәдімгі сорпаға тарын саласы да бұқтырып. Ол кәдімгі суп сияқты болады ғой, түбінде тарысы бұғып кетеді, жақсы ол жұмсақ болып. Кәдімгі не сияқтамақ болады. Мұнда қыздар сұрақ жазып отыр, бір-екі сұрақты қарап өтейін, иә. Маржан, өзіңде сұрақ болса, дайындай бер. Кеселді асханаларда көп беріп жатады, пайдасы ешқандай жоқ. Кесел, мысалға, соғыстан кейінгі уақытта кеселдің пайдасы болды. Басқа ешқандай тамақ жоқ, просто бір кеселдің өзі көмек болды да, глюкоза, өйткені физически жұмыс көп болды соғыс уақыттан кейінгі, иә, мысалы, біздің ата-аналарымыздың уақытында. Оларға любой сладость ол жесе де, олардың қара жұмыспен ол деген бәрі кетеді, иә, адырап кетеді, күшке жұмсалады. Қазіргі балдарда қандай физический жұмыс бар? Өзімізде де ешқандай физический жұмыс жоқ. Отырамыз целый день телефонның алдында, зум болсын, не болсын, консультация болсын, мысалға деймін, иә. Сондықтан кесел ешқандай пайдасы жоқ, қыздар, сразу айтам. Балдарға кесел беруші болмаңдар. Біріншіден ол тәтті, ішінде құрамы шекері болады, иә. Екіншіден крахмал бар. Крахмал ол точно так же қанның глюкозасын көтереді. Кеселмен өскен бала обязательно салмақ қосады, еще ол жыбырламайтын, жайбарақат бала болса, ертең обязательно ол диабет 2 типаға жақын болады. Салмақ қосады, поэтому кеселдікке көп ұрынбаңыздар. Таза суымыздан асқан ештеңе жоқ, қыздар. Алла тағала берген бізге нағыз бір несі, таза су. Біздер бірақ оны менсінбейміз. Бірақ тамақтың барлығынан арзаны су. Сондықтан осындай жауап сіздерге сұрап атқан қыздарға. Өзіңде тағы қандай сұрақ болады? Менде қазір апай нені бар ғой, мысалы, үлкен дәрет, соны сезбейтін балалар өте көп менде. Сол, мысалы, неге ондай? Неге, мысалы, өзінің даже запростары жоқ, мен шығуым керек деген білдірмейді. Мысалы, жаяу жүреді, уже болып қойған болады. Ну, это уже больше прям не патология, да, ол уже диагноз, это уже болезнь, да, былай қарасаңыздар, потому что нервное окончание, олар дұрыс сигнал бермейді, да, негізі асқазан мимен да тура байланысы болады, сондықтан бір қатты аурулар болады ғой, білмей жіберіп қоятындар, өйткені олардың уже нарушен сигнал между ними, асқазан мен мидың екі ортасында. Мұнда да сосын перистальтика кишечника слабый болады, да, мышцалар жұмыс жасамайды дұрыс. Керегінде енді былай сфинктерлер ғой, жабылып ұстап тұру керек та негізі. Бізде особенно жерде сигнал беретін нелер болады да.
біздер үлкен дәретке дайын болғанда ғана все, давай дәретті бері қарай жібер деген сигнал беріп тұратындар. Ана сигналинг нарушенный, да? Или постоянно сфинктеры жаңағы, или не могут, или они слишком расслаблены, да, былай айтқанда қысылып жабылып ашылуы мысалы нашарлайды кәдімгі жұмыстар. Но это уже неврологқа қарай жұмыс негізі. Потому что это не просто отклонение, это кәдімгі неврологқа баратын повод. Но ол да асқазанмен напрямую байланысты, потому что мына сигналингтің бәріне біздің асқазандағы микробиота неше түрлі бізде мысалға көбінесе асқазандарымызда 6000 түрлі бактерия болу керек та, жақсы түрлері тек 6000. Еще жаманның неше түрлісі бар. И көбінесе объединенный микробиота деп айтамыз да, мысалға аз тамақ ішетін, андай-мындай әртүрлі рацион жемейтін балдарда микробиоталарысы өте не болады да, кедей болады. Мысалы 6000 түрдің орнына мысалы 1000 түрі ғана болуы мүмкін, или 500 түрі болуы мүмкін да. Соответственно, уже асқазанның жұмысы полноценно уже жұмыс істей алмайды. Ну, попробуйте машинаңыздың бір 10 шақты болтигін шығарып алыңыз. Ол шашылып қалады мысалға, я бір-екі километрдің ішінде. Асқазанда да сондай микробиота азаяды, потому что микробиотаны поддерживать ету керек та әртүрлі тамақпен. Мысалы қазіргі балдар кисломолочный продукция дегенді вообще не хотят. Кефир ішпейді қазір олар, я. Айран ішпейді, қымыз, көже дегенді, шұбат дегендерді білмейді. Мысалы өзіміздің бидай көже деген болды ғой, арпа көже, не дейді, құрт көже. Ондайдың ешқайсына ешкім қазір дайындамайды. Оның барлығы ферментированный продукт. Соответственно, балада уже микробиота бай болмайды ешқашан. Андай рис, макарон, картошка жесе, қайдан келеді жақсы бактериялар? Ешқайдан келмейді мысалға. Сондықтан асқазанның жұмысы сол бактериялардың, дұрыс бактериялардың, жақсы бактериялардың азаяды ғой, я? Сосын асқазанның жұмысы бәсеңдейді. А ол уже асқазанның жұмысы толық бәсеңдесе, уже моторикасына да бәріне де әсер етеді. Поэтому ондайда ол деген неврологқа обязательно естеу керек, қаралу керек. Даже недержание, мочи, балдар кіші дәретін жүріп қоятындар. Ол да енді психология жағынан да бар, да, неврология жағынан да болады. Поэтому, бірақ енді үлкен дәрет ұстамағаны, это уже точно неврология жақтан. Жақсы. Так, қандай сұрақ болады? Шамалы уақытымыз бар. Сосын апай, көп балдар бар ғой, су ішкісі келмейді. Су мүлдем ішкісі келмейді. Су ішкісі келмейтін, это, мысалы, үлкен кісілерде болса, мен сразу айтамын, щитовидканы тексердіңіз деймін. Потому что, мысалы, әйел адамдар көбісі айтады, мен анализден көріп отырамын, что қандары қою, су ішпейтін именно, да. Сол су ішкіміз келмейді дейді, щитовидканы тексереміз деймін онда. Ал балдарда тоже щитовидка қазіргі кезде бұрында тек әйелде, үлкен кісілерде ғана щитовидка проблема болады, қазір балдарда да бар. Мысалы 5-6-10 жастағы балдардың щитовидкалері уже кәдімгі 5-6 бала туған келіншектердің щитовидкасында шаршап жатады мысалға, я? Сондықтан совсем су ішкісі келмейтін балдар сол жаққа қарай запрос обязательно щитовидканы тексерту керек эндокринологтан. Немесе рационында су ішпесе басқа зат ішіп жүр. Тәтті басқа зат ішеді деген сөз. Потому что сусыз біздің денеміз ешқашан полноценно жұмыс жасай алмайды. Значит, бала тәтті бірдеңелер ішіп алады да, сосын су ішкісі келмейді. Ол уже чисто мамасы жағынан именно үйретудің несі керек та, дисциплина. Бәрі дисциплинадан басталады, барлығы үйрету керек баланы. Менің де балам кішкентайында тек компот, домашний болса да тек сондайды ішетін. Уже қанша 2018-ден бастап біздер осында неге питанияға бел буғаннан кейін қазір тек су ішеді. Даже ресторанға барғанда да официанттар лимонад ішесіз ба, анау деп кәдімгі балдарға милкшейк па деп тұрғанда, жоқ, маған тек су деп. Уже өзі мен болмасам, тек суға заказ береді да, мысалға. И олар уже қызық қарайды да, 8-дегі бала, обычно олар лимонад, кол, анау-мынауған былай айтқанда заказға раскручивать етеді, чтобы көбірек заказывали. А нет, можно мне только стакан воды деп отырады мысалға уже. Потому что үйренеді бала, любой адам үйренеді. Ол үшін өзіңізге цель қою керек та, мен су ішіп үйренуім керекпін. Балдарымды үйретуім керекпін. Не үшін? Балдардың денелері сау болу үшін. Сол үшін мысалға боянған бойы 1-2 стакан су ішкізу керек. Балаға, өзіңізге, бәрін біздер кухняға үймелеп келеміз таңертең оянғанда. Әрбір өзінің стакан суын ішеді, барып жуынып, тағы да 1 стакан су ішеміз, сосын ғана завтракке отырамыз. Мұнда тағы да бір сұрақ бар, таңертең аш қаранға балаға таза майды ыстық сумен ішкізуге бола ма? Негізі қыздар бұл деген уже өт айдауға несі бар да, қатысы бар.
тек әдістер. Поэтому бала неше жастағы балаға мен білмеймін, қандай немен, с какой целью вы хотите, чтобы ваш ребенок пил жир